Баршаңызға сәлем, менің есімім Фариза, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай кисло-сладкий соустағы тауықтың сүбесін дайындап көрейік. Бізге кисло-сладкий соустағы тауықтың сүбесін дайындау үшін ең алдымен әрине бізге тауықтың сүбесі керек. 700 грамм болды. Жақсылап жуып, сүртіп, тазалап алдым. Одан кейін әрине тұз, қара бұрыш керек, қызыл бұрыш керек, ашты, сұйық майымыз керек. Және көк пиязымызды осылай переп турап алдым. Кетчуп 2 қасық. Барлық қолданылған заттардың граммдарын, мөлшерін описание бөлімінен таба аласыздар. Мен сол жерге жазып қоятын боламын. Одан кейін соя соусы 2 ас қасық және күнжітті құрғақ табада кішкене қызартып алдым. Иісі, дәмі сол кезде ашылып әдемі болатын болады. Ол міндетті емес. Және 2 зубчик чеснок, жүгері крахмалы керек. Жүгері крахмалы 3 қасықтай. Және де болгар бұрышы, тәтті бұрыш екеуі 200 граммдай болды. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп және лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай болгар бұрышын 3 бұрыштап немесе 4 бұрыштап өте ұсақтамай ірі қылып турап аламыз. Және тауықтың сүбесінде осылай 3 бұрыштылап немесе 4 бұрыштылап өте ұсақтамай ірілеп турап аламыз. Тауықтың сүбесі міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Кеңес беремін, өте дәмді болып шығады екен. Балаларға да өте ұнады. Кәдімгі ресторандағы кисло-сладкий соустағы тауықтың сүбесінен ешқандай кем емес. Өте дәмді болып шығады екен. Тураған тауығымыздың үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын және кішкене тұз, қара бұрыш саламыз. Бірақ тұз салған кезде абайлаңыздар, өйткені соя соусының тұзының бар екенін ескеріңіздер. Табамызды қыздырып, кішкене май құйып, сұйық май. Оның үстіне кішкене қыза бастаған кезде чеснокты теркадан өткіземіз. Иісі деген бұрқырап әдемі болып шыға бастаған кезде тауығымызды салып қуырамыз. Тауығымыз дайын болғанша менде 5-6 минутта дайын болды. Сіздер пештеріңіздің, газдарыңыздың қызуына қарайсыздар. 5-6 минутта дайын болды. Ол дайын болған тауықты бөлек табаққа түсіріп алдым. Және сол табаның ішіне кетчупымызды салып қуырдым. Және басында мен айтуды ұмытып кеттім. 1 шай қасық бал саламыз. Кетчуптың үстіне бал саламыз. Және соя соусын құямыз. Оның үстіне жаңағы қалған 1 чесногымыздың шешесін теркадан өткізіп салып жібереміз. Сол кезде иісі деген әдемі бұрқырап шығатын болады. Өздеріңіз дайындап көрсеңіздер көретін боласыздар. Және жаңағы 3 қасық крахмалдың 2-ін мариновкасына саламыз да 1 қасығы қалады. Соған кішкене су қосып араластырып, осы соусымыздың үстіне құямыз. Орташа отта араластырып отырып, 5-6 минут туршит етеміз. Және перецімізді, болгар бұрышымызды және дайын болған тауығымызды салып, 5 минут бұқтырамыз. Қоюланып, өзі крахмал болғандықтан соуста өзі әдемі болып қоюланатын болады. Және оның үстіне күнжітіміз саламыз. Және көк пиязымыз саламыз. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Дәл осы тағамға гарнир ретінде ақ күріш жақсы үйлеседі, сондықтан күрішпен дайындаңыздар. Мінекей өте дәмді болып дайын болды тамағымыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, басқа видеоларды жоғалтып алмау үшін қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Фариза. Сіздерге ас болсын, келесі кездескенше.